алмайды. Вообще ер адам негізі ұйқымен тамақтан араса алмайды. Яғни өзімізден полный отказ еттік. Бұл сұраққа жауап жоқ екен адамдар. Ипотека негізі бізге берілген мүмкіндік. Сол 10 жыл ішінде алдық. 8 баспана және бір коммерческий помещениеміз бар қазіргі таңда. Үй алу оңай деп түсіндіре алмайсың. Қиынырақ. Бірақ айына жоқ дегенде 5 пен 10 миллион арасында табамын. Әр сағатта бұның бізге табыс әкеліп тұрады. Кез келген жерге сіңіп кетемін. Сол себепті ата-енелер де, күйеулер де үнемі бата беріп отырады. Пока ер мен әйелдің арманы, мақсаты бір болмайынша, ол отбасыда успех болмайды. Сәлем, бәріңізге Бәрі мүмкін хабарының кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Айдана Тусупова. Айдана, хабарымызға қош келдің. Я, рахмет, Шолпан. Бағдарламаларыңызға шақырып, қуаныштымын. Айдана деген кім? Ең бірінші содан бастайық. Енді Айдана деген ол ең алдымен әрине ана, әйел, келін, содан кейін барып кәсіпкер, блогер, эксперт блогер деп болады. Блогер деген кім? Нақтылайық, қазір екінің бірі блогер. Блогер қандай болу керек? Жалпы блогер дегенде біздер андай айтып көреміз ғой енді. Бұрынғы түсінікпен, қазіргі таңда блогер дегенді мен былай түсінемін да. Яғни кез келген адамның өз ойын ашық жеткізе алатын өзінің бір жеке шекарасы деп. Сол шекараға кейбіреулері кіргізеді, біреулері кіргізбейді дегендей. Блогер деген Инстаграм парақша әлеуметтік желіде өзінің танымалдылығын өзі жасап алған, еңбектенген тұлға деп қарасақ болады. Енді блогер болу үшін қандай қасиет болу керек? Қандай қабілетің болу керек? Негізі блогер болу үшін блогердің жаңағы өте мысалы қалай түсіндіруге болады? Кәсіби адамдардан айырмашылығы бұл жерде бір кәсіби бір правила жоқ. Яғни адам шынайы болса болғаны, өзі қалай бар. Кейбіреулер, например, өзінің күнделікті өмірімен бөлісе алады. Яғни белгілі бір қағида жоқ. Бірақ әрине блогер болу үшін ең бірінші адамдардың пікірінен кішкене алшақтау болу керек, каждыйына көңілге алмау керек және өзінің ойын ашық жеткізіп білу керек. Енді блогерлікті сіздің бастағаныңызға бір көп жыл болған жоқ. Алғашқы постыңыз деп айтайық, Инстаграмдағы 2020 жылы ғана жазылған екен. Былай ойлап қарасақ, қазір 2023-тің тамызы бір шамамен 3 жылдай болған екен. 3 жылдың ішінде қалай танымал болдыңыз? Инстаграмда дамудың белгілі бір құпиялары қандай? Мен блогқа көптен келген жоқпын. Негізі бұл жерде әйел адам ретінде декретте отырғанда өзімнің ішіме сыймаған энергиямды сыртқа шығару мақсатында жасалды. Содан өзімнің күнделікті не істеп жатырғанымды салып жүргеннен адамдардан сұрақ туа бастады. Қалай деген. Сонда ғана мен адамдардың сұрағын анализ жасап, бұл сұраққа жауап жоқ екен адамдарда. Сол сұраққа жауапты неге айтпасқа деп, осылай сұраққа жауап ретінде шығарған болатынмын. Соны ойлаймын, адамдардың сұранысын естіп, біліп, соған жауап ретінде қайтарғасын тез көтерілдім деп ойлаймын. Яғни белгілі бір мақсатта жаңа блог жүргізіп, көтерілейін, танымал болайын деп емес, яғни адамдардың сұранысына жауап бере алғанынан деп ойлаймын. Енді маған қатты ұнағаны, интервью алайын деп дайындалып, енді сұрайын ғой, Айдана деген танисыздар ма, Инстаграмда осылай екен, осылай. Ол Атыраудың Дәулеттені ғой дейді, яғни сіз 8 баспаналы болған екенсіз. Қанша уақыттың ішінде? 8 баспаналы, біз оны отау құрғанымызға 10 жыл биыл, сол 10 жыл ішінде алдық. 8 баспана және бір коммерческий помещениеміз бар қазіргі таңда. Жалпы Дәулеттен деп жатады. Негізі мен Алматыда тұрып жатқанда бастадым блогты, жолдасым жұмысымен. Сол жақта тұрдық 4-5 жыл, бірақ неге Алматыдан жасап кетпедім? Себебі қарайым, барлық жақтарда бар да, біздің Атырауда именно осы үй туралы айтатын адамдар жоқ екен да. Сосын ойлана келе, не істеймін алысқа шауып, одан да қай жерде жоқ, сол жерге барып, өзімнің енді жерлестерім ғой, былайша айтқанда, сол жерлестеріме үй алуына неге көмектеспеске деп, сол Атыраудан жүргіздім да блогымды. Енді ең басты сұрақ, екінің біріне басты мәселе. Баспананы алу үшін осыншама ақша керек. Мен өзім ең бірінші баспанамды осы телевидениеде журналист болып жүргенде мемлекеттік бағдарламамен бір бөлмелі үйді армандап, барымызды салып, теңгемізді жинап, біз үшін үй алу оңай болған жоқ. Бәлкім біздің түсінігіміз ол уақытта болмады, ақпаратты біз білмедік. Қазір сенің стористеріңе қарасам, ақпараттарды қарасам, үй алу оңай, мен 8 үй ала салдым, бәрі оңай деп айта саласың да. Мен сияқты қарапайым адам, как это? Қалай ол оңай? Это не оңай деп ойлаймыз, қалай оңай? Негізі үй алу оңай.
просто оны кейбір адамға оңай екенін түсіндіру қиынырақ. Себебі мен мысалы үй алу оңай дегенде үйі бар, үй алып жатқан адамдар оңай деп маған келеді. Көбінесе консультацияға келетін адамдарда. Вот үйі жоқ адамға, даже мысалы бір үйін ала алмай жүрген адамға үй алу оңай деп түсіндіре алмайсың. Қиынырақ, установка десеңші. Потому что бізде андай үй алу қиын деп қойып алғанда, вот көлік алуды оңай көреді, киім алуды оңай көреді, но на самом деле үй қиын деп. Шын мәнінде қазір көліктің бағалары да үймен бірдей. Просто өзіміздің басымыздағы қорқынышты. Нақты бір мақсаты жоқ. Көп адам жалпы қараймын ғой, үй алуға келгенде қандай үй алатынын даже білмейді. Яғни адам қандай үй алатынын білмегенде, ол естественно адамға қиын бола береді. А егер қандай үй алатынын білсе, соған қарай жұмыстанса, жолы өзі шығады. Сен үшін үй алу оңай болған жоқ. Осы жерде ашылып сіз сабақтар өткізесіз. Көптеген шәкірттеріңіз бар. Шәкірттеріңіздің ішінде көп адам үйлі болып жатыр, баспаналы болып жатыр. Яғни сіз қазақтың баспаналы болуына бір игілікті іс жасап жүрсіз. Енді үй болу оңай дейтін сенімді миға кіргізу үшін, осының оңай екеніне сену үшін қандай әрекеттер жасау керек? Жалпы курсқа келгенде не айтасыз? Жалпы негізі ең бірінші үйімізді бәрімізде бірінші андай қиын жолмен алдық та. Ақша жинап. Қалай алдыңыз сіз өзіңіз? Ең біріншісі біз жолдасым екеуміз ата-енеммен бірге тұрамын. Яғни бір ұл бөлек шығамыз деген жоспар да жоқ. Бірақ күйеуіме айттым да, егер мысалы біз ата-енемізден бір ұл болсақ, немесе 2-3 ұл болсақ, бөлек шығуымыз керек. Бірақ сол кезде енді біз бір нәрсе қылып тырысып, бөлек үй алуға тырысамыз ғой, бірге тұрып жатқанда неге алмасқа? Біздің өмірге бір ұлымыз келді ғой, қазір сол ұлымызға неге үй алып қоймасқа? Ол үйде тұрады деген мақсат емес, ол мысалы бір бизнес ашқысы келеді, сол үйін сата ма? Яғни бір баламыздың өмірін 30 жылға кішкене жеңілдеткіміз келді. Яғни ол мақсаты үйленгенде үй алам деген болмау керек. Яғни оның мақсаты бір нәрсе ашам, бір нәрсе жасайым деген мақсаты болсын деп. Сондай мақсатпен басталды. Енді бізде ол жерде тәжірибесі жоқ жас отбасы ретінде не істедік? Яғни жолдасыммен өзім декретте болдым, жолдасым зарплатасын бәрін саламыз. Яғни өзімізден полный отказ бердік. Киім алмаймыз, ешқайға бармаймыз, кафе, ресторан саламыз. Сосын жаңа болады ғой, бала ақшасы түседі, одан кейін жолдасым командировке барады, ол да тамағын ішпестен, жұмыстан берген тамақпен жеп, сөйтіп келіп қосады үстіне, сөйтіп тиыннан жинадық. Даже мына балаларымыздың туған күніне береді ғой, соның бәрін соған саламыз. Прям бізде мақсат болды да. И біз ана тиын күннен күнге үлкен ақшаға айналып жатырғанын түсіндік. Возможно екен деп. Әрине кез келген ер адам үй алайық дегенде қорқады. Себебі олар андай ала алмайтындар қамал сияқты көреді. Вообще ер адам негізі ұйқы мен тамақтан арасы алмайды. Оларға самый главный ұйқысы тыныш, яғни қарсыз ұйықтау керек, және тамағы тоқ болу керек, тамақ болмай қалмау керек. Ары қарай егер сен қорқынышын жойып соған кішкентайдан дәлелдесең, любой ер адам кіріседі. И сол нәрсені көрдік, ақша жиналып жатқан, сол жиналған ақшамен ең бірінші біз ескі сносқа етейін деп тұрған сол сіздердің жұмыстарыңызда Атырау ақпараттың қасындағы нені алдық, жатақхананы алдық. Қолымыз шамамыз жеткеніміз, сол кезде енді пікір айтатындар да болды, бірақ бізге адамның пікірі маңызды болған жоқ. Бізге өзіміздің кішкентай жетістігіміз маңызды болды да, яғни өзіміз кішкентай жоқтан бар жасап, кішкентай зарплатадан ала алғанымыз. Зато бұл үй бізге кез келген ақша тиыннан құралатын және әрекет етсе өзінің жолы шығатын көрсетті, яғни қорықпауға. Содан енді ары қарай келесі үйлерге кете бердік. Но қазіргі таңда мен өзім тәжірибемнен көріп, ақшаны жинап қиналмай-ақ та алуға болатынын уже түсіндім. Қалай? Жинақсыз да ала бере алатынын түсіндім адамдар. Мысалы блог екен да адамның басында. Мысалы жаңағыдай көп ұл мен жаңа келін бөлек шығарда, ата-енесінен бөлек шығарда квартира жалдап кетеді да, біреудің үйіне бізға ай сайын ақша төлеп отырады. Хотя соны сол өзі ипотекалық өз үйіне төлеп отыра алады. Бірақ біз әрине ең оңай жолын іздейміз. Егер сен жолдасыңа біріншіден талап қойып білсең, біз шығамыз, бірақ өзіміздің үйімізге. Ер адам соны жасауға тырысады. Бірақ біз өзіміз кетуге асығамыз, оңай жете қойғымыз келеді, сосын сол пәтерден пәтерге не ақша жиналмай өмір сүре береміз да. 10 жылда пәтер жалдап жүрген отбасылар бар. Негізінде сол ата-енесінің үйін алғашқы жарнаның орнына залогқа салып, қалған сумманы ипотека етіп, ипотека алып, яғни сол өз үйіне төлеп отыра алады. Алғашқы жарнаның орнына ата-енесінің үйін салады. Яғни ол полный сумма емес. Например, алғашқы жарнасы 2 миллион керек болмаса, 2 миллион орнына салады. Қашан 2 миллион төлеп болады, сол 2 миллион төлегеннен кейін ата-енесінің үйін залогтан шығарады. Яғни 10-15 жыл залогқа қойып қоймайды, бір 2-3 жылға ғана оған кез келген ата-ене көмектеседі деп ойлаймын. Қолдайды. Себебі балалары далаға төлемейді және өз шаңырағына етеді да. Негізі кез келген өйтіп жас отбасыға үйінен еншісін алып өз үйіне кеткен кез келген ата-енеге ұнайды деп ойлаймын. Және сол келіннің ойымен санасады деп ойлаймын. Енді
сіз мына үйлі болудың әртүрлі бағдарламалары бар. Неге біз кіріспейміз? Өйткені қарайсын түсініксіз. Мысалы үшін мен сіздің негізді көрген кезде маған түсінікті. Сіз қарапайым тілмен мынаны бүйткенде алғашқы жарна дейтін осылай деген түсінікті етіп айтып тұрсыз, сізге идея қашан келді? Және сіз ол ақпараттардың барлығын кімнен үйрендіңіз, қалай үйрендіңіз? Ол енді бүгін келіп 8 үй деп айтып отырған жоқсыз, мен білем оның ар жағында қаншама еңбек жатыр. Кімнен, қалай үйрендім? Бұл менде основном тәжірибемнен шықты. Мен негізі банкте де жұмыс жасағам, бірақ банкте білгенімнен өзім тәжірибемде білгенім көбірек. Бұл жерде банктың менеджерларына мысалы көп адам жаңағы кәсіби тілге айтты деп ренжіп жатады, немесе басқа банктікі ұсына алмады деп, себебі ол сол банктың мүддесін қорғап отырған. Және де екіншіден банкте менеджер ол кімдер жасайды? Жас, көбінесе жас қыздар, олар сізге үйдің қаншалықты керек екенін біріншіден түсінбейді. Үй сізге керек болғандықтан ол сіздің ситуацияңызға кіре бермейді. Екіншіден, ол адамға ол жұмыс ретінде 9-дан 6-ға дейінгі нақты клиент ретінде жауап береді. Яғни банкқа барғанда ол шолпан қош келдіңіз, сізге мынандай бағдарламалар, мына бағдарламаны былай аласыз, өйтіп айтпайды, себебі біріншіден уақыт шектеулі, екіншіден оның жұмысы ғана да бұл. Яғни үй сізге керек болғандықтан ол менеджерға тоже ренжи алмаймыз. Сондықтан адам өзі ізденіп бару керек. Неге өйтіп айтамын? Себебі мен өзіміз ең бірінші КЖК сертификаты деген шықты, ол кезде ФГЖС деп айтылатын болды. Ол кезде Атыраудамыз карантинда, Алматыдан екінші үйімізді алып қойғымыз келді. Сосын Атыраудан негізі ала бере алады. Және де сол КЖК сертификаты шықты, жаңадан шығып атты. Изучать етіп барасың ғой енді, өзіміздің тәжірибеміз бар дегендей. Содан барғанда маған отбасы банкта айтады, бізде ондай сертификатпен бермейміз, үйдің техпаспортын алып келіңіз. Ол КЖК сертификаты салынып жатқан үйге беріледі, яғни әлі үй бітпеген жағдайда мемлекет гарантия береді, бұл үй салынып бітеді деп. Сол гарантийный қағазымен отбасы банк оны ипотека салып беру керек болады. И барсам ана менеджерлар маған айтады, жоқ, біз онымен бере алмаймыз, ондай жоқ, техпаспорт алып келіңіз деп. Сосын мен қалай жоқ, ол шықты, осындай нәрсе бар. Ондай жоқ, мен жасап көрген жоқпын ондай дейді. Мен енді жақсы, енді бастықтарыңызды шақырыңыз, сұрайық. Потому что қалай ол бар зат, сіздерде жоқ деп. Содан бастықтармен бәріміз істеп Алматыдан запрос жібереді, сұрайды енді. Сондай шыққан екен деп, просто ол бағдарламамен әлі менеджерлар таныспаған екен. Яғни ана жерде ол бағдарлама жоқ екенін мен бар екенін білмесем, жоқ деп кетіп қалсам, яғни мен баспанамды ала алмай қалар едім. Содан бәрін қозғап, себебі мен біліп келгеннің арқасында. Сондықтан банкқа барарда кез келген адам өзіне керек болғандықтан, өзінше сәйкесінше келеді-ау деген 2-3 бағдарламаны біліп барғаны жақсы. Сонда ғана сіз оған мынандай бар деп өзіңіздікін нақтылап айта аласыз. Өзіңіз де білмей барып, ол адам да сізге білмеген жағдайда, сіз просто ол жерде сіз баспанасыз қаласыз. Яғни басқа ешкімге ешқандай зияны тимейді. Түсінікті. Яғни үй саған керек пе, баспанаң керек пе, проблема өзіңдік ма, өзің шешу үшін сен өзің еңбектену керексің. Біздер қазір, яғни причем это кто-то другой деген мәселе келеді ғой. Енді Инстаграмда ашып қарасам, сіз ең алдымен үй алуды үйретеді екенсіз. Екіншіден ұшаққа билетті арзан алуды, босқа артық төлемеуді үйретеді екенсіз. Үшіншіден ақша үнемдеуді, ақша жинауды, жаңағы соны үйретеді екенсіз. Екінші тақырып ұшақ. Біз ұшаққа алған кезде баса саласын, ала саласын ойламайсың. Қалай? Үнемдейміз ақшаны. Мысалы, ұшаққа да біз енді бағасымен, визуально жақсы көреміз, санымен, мысалы, көп штук берсе деген сияқты, сол сияқты біз ашқанда сайттан ең арзан билет ала саламыз. Соған қуанып бара саламыз дегендей да. Шын мәнінде, например, бір Air Астанада бір қосымшасы бар өзінің. Яғни Air Астанада алғаннан соң, кішкене қымбатырақ алғанмен, тем более заранее алсаңыз арзанырақ шығады. Сізде бал деген бар, бал жиналады. Ол дегенің сізге сол бал көптеу багаж алып жүруге, яғни багажға қосымша ақша төлемеуге мүмкіндік береді. Екіншіден сізге тегін билет алуға мүмкіндік береді. Яғни каждый ұшқаныңыздан сізге бал жиналып, сіз басқа бір жақтарға қайтадан тегін билет ала аласыз. Біз жыл сайын үнемі Air Астанамен ұшамыз, бізге жыл сайын бал жиналып тұрады, шетелге міндетті түрде отбасымыздың тегін ұшаққа билет аламыз. Біріншіден Air Астанамен, екіншіден багаж ол жерде тегін шығады. Яғни товар алып келсем де, ол әсіресе мысалы бизнесмендерге, саудагерлерге тиімді. Даже сен басқа жаққа тегін ұшпаймын, ондай бал жиналмады деген жағдайда, көп ұшпаймын деген жағдайда да бір 4-5 рет ұштым деген өзен сіз сол балмен мысалы эконом классқа алдыңызда, бизнес классқа бәрі отырып көргісі келеді. Сіз үстіндегі жиналып тұрған балыңызбен апгрейд жасап бизнеске тегін отыру мүмкіндігіңіз болады. Яғни бұндай мүмкіндіктер өте көп. Просто біздер ізденбегендігімізден, білмегендігімізден, тек тез оңай қарай салып ала салғандығымыздан көп нәрсені қырғалып жатамыз.
Негізі бұның бәрі көп мүмкіндік береді. Енді сіз мысалы үшін міне жаңа Эйр Астананы тағысын тағы айтып жатсыз, сол компаниялармен, банктермен бірге серіктестік ретінде партнерсіз ба, әлде сіз тәуелсіз? Мен банктермен жасамаймын біріншіден. Неге? Себебі жаңа банктың менеджерлері сол банктың программасын айта алатын болғасын, тек қана басқаныкін айта алмағандықтан көп адамға көмектесе алмай жатады. Себебі ол сол жердің жаңағы өкілі да, сенімді. Ал мен сол үшін тәуелсіз эксперт болу үшін банктермен жасамаймын. Даже банктар шынымды айтады, рекламаға да шақырып жатады. Мен айтам, мен сіздің бағдарламаңыз тегін барып айтам, түсірем. Себебі мен тек сіздікін ғана айтып отырғым келмейді. Сіздің тиімді жағыңызды, тиімсіз жағыңызды айтуым керек деп. Яғни мен жаңағы табысқа бола, ақшаға бола, мен өйтіп байлап тастағым келмейді. Себебі менің мақсатым адамдарға үй алудың тиімді жолдарын айту. Ал құрылыс компанияларымен жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда BI Group компаниясымен жасап жатырмын. Себебі әр кезде компаниялармен барлық құрылыс компаниясына ақша салу ол риск. Бірақ 90%, 80%, 50% деген сияқты яғни бір көрсеткіштер болады. Сондай жағдайда қандай компаниямен қазір тиімді болып тұр, солардан ұсынысты мен әрине жұмыс жасаймын. Себебі ол адамға да пайдалы да. Бірақ сенімсіз компанияларда болады, кооперативтер болады да, 90% риск. Ол кісінің үйі салынбай қалуы мүмкін. Ешкім салынады, салынбайды деп айта алмайды. Бірақ ондай компаниялармен мен жұмыс жасамаймын. Қанша жерден жақсы ақша ұсынса да, себебі бұл менің жауапкершілігім. Алдыма келген адамды мен бірінші өзімнің үй туралы сабақты оқып отырған адамға деген жауапкершілік сезінемін. Потому что сол адам ақшасы күйіп кетпеу керек. Себебі сол адамдар мені осындай эксперт блогер етіп отырған. Сол себепті таңдап қайсына болады, қайсы шынында тиімді, соны ғана ұсынамын. Демек, сіздің бұл курс өткізудегі, адамдарға жаңағы сабақ өткізудегі, табыс табудағы басты ниетіңіз адамға көмектесу. Негізі себебі каждый отбасы, ол отбасыдағы әр бала үй алдым деп қуанған сайын мен ойлаймын, әр адамға сауап. Сол өзіңнің ниетіңе қарай Алла саған да баспаналарды беріп жатыр, жаңа жақсы жолдарын көрсетіп, табысыңды да арттырып жатыр. Егер сен табыс табам деген мақсатта келген болсаң, бұндай болмас па еді. Яғни ниетің адамдар білмей жатыр, көмектесем деп. Ал енді неге онда ақылы деген сияқты сұрақтар болады? Себебі менің артымда жұмыс жасайтын 5-6 адам бар біріншіден. Оларға зарплата беруің керексің. Яғни жауап беретін адам, сабаққа тіркейтін адам. Екіншіден, өзіңде сен сол жасап жүргеніңе табыс табуың керек. Себебі менің отбасым бар, бала шағам бар дегендей. Таңертеңнен кешке дейін жүргенде табыс таппай, азық таппай келе беруге де болмайды да. Яғни даже тегін біреуге кеңес айтсаң, ол адам оның құнын түсінбейді. Дұрыс айтасыз. Сонда ғана просто результат шығады да. Сізде 3-ші курсыңыз ақша табуды, ақша жинауды үйретемін депсіз. Сіздің осы 3 курсыңыз негізгі 3 курс қой. 3 курстың қайсысына сұраныс көп және ақша табу курсына не айтасыз? Жалпы енді үйге, әрине, себебі үй туралы үйге ақша жинаудың бәрі бар ішінде. Яғни полный Қазақстан бойынша қалай алуға болады, соның барлығы бар. Құрылыс компаниямен болсын, банкпен болсын, қолма-қол болсын, бәріне қайда мән беру керек деген сияқты. Ал ақша туралы ол үйге ғана қатысты емес, яғни кез келген отбасы қаржылық сауатты болсын деген мақсатта. Негізі шетелде бұрыннан әр отбасының өзінің бухгалтері бар, өзінің экономисті бар. Себебі олар өзінің қаржылық сауаттылығын отбасынан бастайды. Біздің Қазақстанда ол енді келіп жатыр. Мысалы, ақша жинау дегенде көбісі ойлайды да, болды алып салып жинай берем деп. А сіз олай оның құнын түсіре бересіз да. Мен оны кішкентайдан жинауды үйретемін. Мысалы, біз әйел адам шыдамаймыз, көбісі айтады, айдана мен ақша жинай алмаймын, жойып тастай беремін. Қызығамды алып тастаймын, әйел адамдарымыз қанша табыс келіп жатса да. Ондай жағдайда мен айтамын да, алтын ал. Сен әйел адам ретінде бірдемеге жойғымыз келеді, біз жойғаннан рахаттанамыз ғой. Жой, алтыныңды ал, сол алтын саған ақша болып тұрады. Сөйтіп сол жиналған алтыныңды сен алғашқы жарнаға пайдаланып үй қылып жібере аласың. Бірақ 50%-на дейін жинау деген бір түсінік бар бізде қазақта. 50% жинағаннан кейін барып аламын деген. Хотя сен 50% жинап болғанша үйдің бағасы өсе береді да. Яғни айдың өскені сияқты сен артынан қуып жете алмайсың. Сол себепті қолыңда мысалы 2 миллионға дейін жинадың ба, жаңа алтынмен, кейбіреулер ақшамен, енді әркім әртүрлі таңдайды ғой. Сол жинағаннан кейін сол ақшаны уже үйдің ішінен жинауға тырысасың. Яғни салынып жатқан үйге салу арқылы сол үй салынып біткенше соған жинайсың. Яғни біріншіден ақшаның құнын жоймайсың, екіншіден салынып біткенге дейін сол арзан бағамен алып үлгересің да үйді. Содан кейін барып банк ипотекасына. Түсіндіңіз ғой? Сіз бақа ақшаны өйтіп жинап отқанда, сіздің ақшаңыз күн сайын құны түсе береді. Мысалы, биыл сіздің жинаған ақшаңыз 30%-на жетіп тұрса, келесі жылы уже тек қана 20%-на жетіп тұрады. Яғни ақшаны қолай жинағаныңда ондай қатты бір пайдасы жоқ. Осындай құнды ақпараттарды біліп,
миллиондаған ақшаны тауып, бір емес бірнеше баспананы алып, қаншама адамға курс беріп жүрген Айдана қайдан шықты? Руың қай елдің қызысың? Қазіргі отбасылық жағдайың жеке өзіңді таныстырып өтсең. Мен енді Құрманғазы ауданының қызымын. Ақкөл селосында туылғанбыз. 9 сыныпқа дейін сол жақта тұрдық. Содан кейін ата-анамды ең бірінші 18 жасында ипотека алып, Нұрсаяға көшіріп алып келген болатынмын. Менің атым алдық. 18 жаста негізі ипотека деген түсінік болған жоқ. Болды, 18 жастан адамға бермейтін болды. Үйде жалғызсың ба? Жоқ, артында інім бар, бірақ кішкентай. 8 жас кіші болды, мектепте оқитын болды. Менің мақсатым, інім осы жақта өзінің үйінен кіріп, өзінің үйінен шығып оқысын деген студент кезде. Сен пәтер жалдап тұрып қиналдың ба әлде? Мамам осы жақтікі болғасын, нағашыларым үйінде тұрдым. Бірақ мен қызбын ғой, мен кез келген жерге сіңіп кетемін. Мынау ер адам, ондай кез келген жерге сіңе алмайды да. Сол себепті сондай бір жауапкершілік болды да. 18 толғаннан кейін мен жұмыс жасадым. 6 ай жұмыс жасағаннан кейін пенсионкам бәрі жақсы болып тұрғасын 18 жаста маған ипотека берді. Сол ипотекамен алғашқы жарнаға енді папа мамамыздың үйін сатып салдық та, қалған ипотека алып осы Нұрсаядан 3 бөлмелі пәтерге көшіріп алып келген болатынбыз. Содан бері Атырау қаласындамыз. Содан кейін осы 2-3 жыл бұрын ата-анамызға мансабын үй алып, қазірдің таңда енді жер-үйде тұрып жатыр. Просто қадамды бастауда бұл жерде. Айдана, мен сіздің сөзіңізге қарап отырып, бір өрлік, өжеттілік көремін. 18 жастағы қыз. Кәдімгі нағыз дәуренді салып, ойнап, 18 жастағы адам мен үй алып, ата-анамды көшіріп, менің інім өз үйінен өзі кіріп шықсыншы деп екінің біріне ой келмейді. Демек, сіздің ата-анаңыздың сізге басынан жаңағы тәрбие дейді ғой, тәрбие тал бесіктен деп айтады. Сіздің әкеңіздің, анаңыздан сізге дарыған қандай қасиеттерді айта аласыз? Мен енді анама әлі күнге дейін айтамын, сенің тәрбиеңнің арқасында, себебі ол маған үлкен жауапкершілік беріп үйренді. Біріншіден, екіншіден үнемі маған сенетін болды. Яғни, мысалы, көп жағдайда енді сыртқа шықпа, дамыма деп жатады ғой, қорқады да, мысалы. Қаңғыма. Иә, қаңғыма. Мен мамам ондай запрет ешқашан қойған жоқ, маған айтатын болды, саған сенем. Сол сенем деген сөзі сол менде ответственность берді, жауапкершілік берді. Сол сенімін ақтауым керек деген. Біріншіден, екіншіден, үлкен отбасына деген махаббат болар деп ойлаймын. Себебі мен папа мамамның бір-біріне деген махаббатын көріп өскен адаммын. Себебі папа мама мен 5 жыл мені көтере алмаған. Сонда да біріншіден бірге қалды, екіншіден үнемі мейрамдарда бір-біріне сыйлық береді. Бір сізге айтайын, бала кезімде екеуінің бір ұрысып, төбелесіп жатқан көрмеген адаммын. Яғни үлкен махаббатпен, сондай менің түсінігімде өмір сондай болу керек болды. Және де маған еш нәрсені жаңа отказ беріп көрмеген. Әкем даже мысалы ұрысып көрмейді дейді ғой, даже мысалы бірдеме қаласам, сол нәрсені маған жасап беретін. И ол нәрсе маған невозможно зат екенін түсіндіріп өскен да. Мен қаласам ол нәрсе мүмкін дегенді көрсетіп өсірген. Мысалы мектеп кезінде енді ол кезде енді однотонный шығарады ғой, көп талғам деген жоқ, тем более ауылдық жерде. Мен мысалы папама айтамын, асты көк, үсті розовый, мынандай замок болу керек, мынандай бірдемесі болу керек, сондай бір спортивка әкеліп берші деп. Бәрі андай көк кет, сары кет, қара кет деген сияқты. Бірақ екеуінің түсі бірдей болмасын деп айтсам, папам таңертең ұйқыдан тұрған соң қасыма қойып қоятын. Сондай адам болды да, менің армандарымды да орындайтын. Себебі ол өзі темір жолда жасады да, оказывается, полиция қызметке ұрсады да, барлық саудагерлердің сумкасын іздетеді екен. Сенде көк бар ма, сенде үсті бар ма деп қосып әкеп қояды екен түнімен. Ол менің армандарыма деген жауапкершілікпен солай орындауға тырысты, яғни маған мүмкін емес нәрсе жоқ екенін түсіндіргісі келген. Сол нәрсемен мен де ата-анама сондай жауап беремін да қазір. Яғни бұл менше бізге жауапкершілік ал деп біз наоборот баланы андай қинап тастаймыз ғой, олай емес, просто махаббатпен өздерінің істерімен көрсетіп келген. Сол себепті мен де балаларыма сол нәрсені пример қылғым келеді. Яғни үй ал деп ақыл айтқым келмейді. Алып жатырып, сол үй оларға мүмкіндік берген көріп, олар бәрі мүмкін екенін көріп өсу керек. Сіз бала кезден бәрі мүмкін деп өстіңіз. Қазіргі таңда бәрі мүмкін екенін сезінесіз. Иә? Енді Инстаграм жаңағы танымалдылық, көп адам қорқады, камерада сөйлеуге қорқамын. Мен енді білмеймін да, көп адамда бір нәрсе бастағым келеді, бірақ көп жағдайда осы сөзді естимін да, енді бірақ дегеннен кейін осылай деп мен көп жұмыс жасаймын ғой. Осылай десең, я хочу дейді. Енді давай осындай жоспар жасайық, осылай жасайық. Енді десең, қорқам. Я болмаса ұйықтап қалдым, тұра алмай қалдым, істей алмай қалдым, жасай алмай қалдым деген сияқты. Кері сылтауды көп айтады. Неге деп ойлайсың? Енді саған келетін оқырмандарың ғой, шәкірттеріңнің барлығы 100% ұялып кетпейді ғой. Әр адамға байланысты әрекетіне қарай. Бір адамдар әрекет жасайды, бір адамдар соған сылтау болады. Оның бәрі балалық кезден де ойлаймын. Ол сізде де болған шығар. Мектеп кезінде сен қалай
активный боласың, сол нәрсең өмірде саған көмектеседі. Яғни мектеп кезінде менде таңертең кішкене уақыт болмайтын. Кәдімгі жұмыс сияқты таңертең биіңе барасың, солай 9 жыл бойы да ол дисциплина ретінде қалыптасып қалған. Одан кейін жаңа ашық сабақтар жасайсың, тәрбие сағаты, жүргізуші, яғни мысалы көп жерде мұғалім жасаса, біздің мұғалім жас мұғалім болды да, бірақ классыңның артта қалған қаламайсың, енді сынып басшысы болдым да, артта қалған қаламаймын, бірақ апайым жас, сол үшін менің классым сені алда болу керек деп, өзім несін жоспарын құрып, өзім ашық сабақ жасай беретінмін. Өзім тәрбие сағатын апайым нешінші сыныпта? Сол 6, 7, 8 деген сияқты. Сонда апайым тек дайынға келетін. Осылай тек ол өткізіп жатқан сияқты. Сондай бір расслабленный апай болды, сосын бұл нәрсе бір маған жауапкершілік берді да тоже. Екіншіден, мысалы сынып сағаты дейтін болады. Барлық класстарда өтіп жатады, біздің апайымыз келмейтін. Соған намыстанатын болып тұрмын ғой, сосын классым шулама үшін есігін ашып қоямын. Өзім әр апта сайын аптасына билет болады, соған тақырып дайындалып келемін. Каждый мысалы осы апта осыны істеймін, мамам ұстаз ғой, содан сұраймын, қандай тақырыптар жасасам болады. Как будто ана класстың соңғы жетекшісі мен сияқтымын да. Сөйтіп әр апта өзім есікті ашып қоямын, класс шулап қоймас үшін. Сосын жаңа сол сынып сағатын өткіземін. Потому что бәрінде болып жатыр, менің классымда болмай қалмау керек деген бір не болды. Сонда постоянно директор өтіп жатырып көреді екен өзі. Потому что есік ашық тұрады ғой. Сонда жаңа апайымызға айтатыны ғой, сенің орныңа бәрін жасай береді деп. Бұл өзі тоже соның бәрі көмектеседі екен да өмірде. Яғни мектепте активный болған, ол біз айтамыз ғой, бұрында мен де сөйтіп ойлайтынмын да, оның бәрі қалады деп. Оказывается, үлкен өмірде де осындай нәрселерге көмектеседі екен. Айдана, сіздің бір постыңыздан оқыдым, былай деп жазыпсыз, 2010 жылдан кейін ауылға барып тұрмын, мен сол кезде ауылдан кеткен кезде жазып едім, мен ертең осы жерге тұлға болып келемін, мен қазір тұлға болып келдім, енді 20 жылдан кейін осындай болып келемін деп. Сіздің түсінігіңіздегі тұлға деген кім, қандай? Тұлға деген менің түсінігімде өзін тауып, жаңағы сондай келетін адам, иә. Өзінің еліне бір пайдасы тиетін. Мысалы, мектептен мен 9 сынып бітіріп кеттім, және апта сайын бәрі ауылға шабатын. Класстастарың, группаластарың деген сияқты. Мен таңғалатынмын, сен мына жаққа оқуға оқимын деп келдің, иә, білім алам, өміріңді өзгертем, дамимын деп келдің де, неге апта сайын үйіңе шабасың деп? Сенде андай жауапкершілігі жоқ па деп, сен үйіме мен уже оқуға кеттім ба, мен сол оқуымды бітіріп, жақсы бір немен келемін деген. Әр адам мысалы даже Алматыға түскен, Астанаға түскен, сол арман болып сол жақта қалам деп барады да, мысалы бітіріп қайтып келемін деген сияқты. Яғни адамда бір сондай бір мақсат болу керек. Менде бір сондай не болды, ауылға шаба беруім керек, мен келсем бір жақсы бір немен келуім керек деген бір сондай бір мақсат болды да, мен апта сайын оны сізге ешкім айтқан жоқ, сіз өз-өзіңізге өзіңіз жасап алдыңыз. Өзіңе бір жаңағыдай үлкен бір не қоясың ғой, мақсат қоясың соған. Сол апта сайын бармай бәрі шабады. Енді сағынасың бала боласың, бірақ енді намыстанатынмын да. Оқуға кетіп, мен есеюге кеттім, аяққа тұруға кеттім, 15-темін ғой былайша. Бірақ сонда мен шаба берсем, мен қалай есеем, қалай жауапкершілігімді бармаймын. Содан тек жаңа жазғы каникулда бір барамын, сөйтіп бара-бара вообще бармайтын болдым. Ата-анам көшкесін, тем более. Содан кейін 10 жылдан кейін барып, бара тұрғанда есіңе түседі ғой. Жаңағы жолда келе жатырып, ұзақ жол ғой енді біз. Есіме түседі де, сөйтіп мақсат қойған екен ғой деп. Яғни көп келмей, бірақ келгенде уже тұлға ретінде уже ауданыңа, ауылыңа деген бір сағынышпен келесің да, үлкен. Және де сенің класстастарың, құрбыларың да сенде сондай сағынышпен қарсы алады да. 20 жылдан кейінгі баратын Айдана қандай болады? Мен сол постымда да жазғанмын. Бұрында да мен ол Айдана қандай болатынын білген жоқпын, бірақ әйтеуір бір пайдам тисе деп мен сол кезде жазған болатынмын. Енді мешіт салатындай Айдана болып келейін деп. Яғни мүмкін Алла жазса, оған да жетерміз. Ол просто ішкі Айдананың арманы ғой жай. Ол арманы мақсатқа айналып, мүмкін сондайға жетерміз. Қарапайым ауылдан шыққан қыз қазір миллион тауып отыр. Жылдық табысыңыз қанша? Жылдық табысымды айтпай-ақ қояйын. Негізі енді бұл табыс ақпарат қалай? Құпия болу керек қой. Бірақ айына жоқ дегенде 5 пен 10 миллион арасында табамын. Әр кезде әртүрлі. Яғни сіздің негізгі табыс көзіңіз Инстаграмдағы блогыңыз, курстарыңыз әлде? Біздің ең негізгі табыс көзіміз осы пәтерлеріміз. Пәтерлерді қалай сізге табыс әкеліп тұр? Пәтерлер бізде арендада тұрады. Яғни әрқайсысы әртүрлі. Енді біз алу жолын меңгердік қой, зерттедік. Енді біз жаңа арендаға беру жолын зерттеп жатырмыз. Яғни әр пәтерді әртүрлі түрмен жалдап көреміз. Яғни біреуін жаңағы ай сайын ақша келетін, біреуін жыл сайын контрактымен енсақ, әрқайсысын әртүрлі. Біреуін отбасыға, біреуін студентке. Яғни қандай жағдайда пәтер аздау тозады,
қандай жағдайда табысы больше болады деген сияқты соның бәрін әртүрлі беріп зерттейміз. Мысалы мына үйді өзіміз отырған жұмыс орын етіп бос қойдық өзімізге, бұл да өзіміздің үйіміз ғой. Бұны жұмыс орын етіп қойдық. Былай уақытта бұл ай сайын емес сағат сайын табыс әкелетін етіп қойдық. Яғни әр сағатта бұның бізге табыс әкеліп тұрады. Сағат сайын жұмыс жасап тұратын пәтер. Яғни сондай етіп біз салыстырмалы түрде қалай жалдаған адамға тиімді деген сол жағын зерттеп жүрміз. Чтобы алдағы уақытта адамдарға да дайын решение етіп беретіндей. Мысалы сізге осылай жалдасаңыз пәтеріңіз аз тозады, табысы көп болады деген сияқты. Яғни өзіміз соны ары қарай да зерттей береміз. Түсінікті. Енді сұрақ, сіздің осындай жұмыс 8 үйдің артында тек өзіңіздің жұмысыңыз ба, әлде сіздің консультантыңыз, яғни сізге бір кеңес ақпарат беріп тұратын ақылшыңыз, наставнигіңіз бар ма? Жоқ, наставник жоқ. Мен ең бірінші ақылшым ол күйеуім, қолдаушым деуге болады. Үнемі ол маған жаңағы осындай бағыт бағдар айтады, жаса. Мені блокқа шығарғанда сол деуге болады. Сен айтарың бар. Ол кезде үй туралы емес қой, жалпы әйел адамдарға айтарым бар деп. Мысалы мен завтрактар санда күйеуім иногда келіп айтып кетеді да қыздарға. 2 енеммен тұрамын, ата енеммен, 2 енем бар, бір қайынапам, 2 қайынсіңлім бар. Сонда қыздарға айтады да, ол солардың бәрімен жақсы қарым-қатынас ұстауды айта алады деп бар ғой. Себебі ол осы күнге дейін біздің бір-бірлерімізді сөзге келіп жатқанымызды көрмеген. Даже енеммен осы 10 жылда сен деп сөйлесіп көрмеппіз, екеуміз бірімізге бір ренжіп. Себебі ол кісі де ақылды өте. Себебі қалай? Ол жаспен балаша ұрысып өйтіп жүретін адам емес, өте ақылды. Сол ақылды енеге ақылды келін болуға тырысамын. Яғни неге ондай керемет енені мен жаман қылып аламын деген сияқты. Сыйластық қой. Сондай жағынан бастатқан болатын маған. Сондықтан алғашқы посттарым барсаңыз кілең сондай әңгімелер. Иә, көрдім. Ене, келін, енемді жақсы көремін, менің анам деген бағыттағы посттар, иә. Себебі шынында өте қатты жақсы көремін. Мен мысалы қазір больше енеммен сырласамын. Негізі бала кезде мен үнемі анаммен сырласатын адаммын, ашық, кәдімгі. И қазір мен енеммен больше сырласамын. Яғни құрбымыз деуге болады. Ал соның бәрін айт деп. Қаншама қызға, қаншама келінге сен үлгі бола аласың. Ондай нәрсе мүмкін екенін түсіндір деп. Даже бөлек сізге енеңіз айтады. Жоқ, күйеуім айтты. Содан басталған болатын блог. Екіншіден, жаңағыдай мынандай ғой, күйеуімнің айтатыны, сен айтарың көп, соны блогқа шығар деп басталды. Жалпы. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші қолдаушым, мотивация беретін, менің қамқоршым, ақылшым деуге болады, сол жолдасым. Біріншіден, жолдас дегенде әйел адам ұшады ғой автомат. Соны айтайын деп отырмын да, яғни кез келген жұмыста ер азаматтың батасы өте маңызды ғой. Яғни сіздің мына блогқа шығуыңызда, үй алуыңызда, оны айтуда ер азаматыңыз. Давай, қолыңнан келеді деген кезде әйел адамның бүкіл жолы ашылады. Иә. Мен де мысалы үшін кез келген іс бастасам, жолдасым, ата-енем, папа-мамамнан барып баталғаннан кейін барып бастаған кез келген істің берекесі бар екеніне енді қанша жыл көзім жетіп келді. Сондықтан мен де жаңа сіз айтып отқандай бірде-бір қадамды жолдасымның рұқсатынсыз, ата-ана, енемнің жаңағы батасынсыз мүлдем бастамайды екен. Соған қарап риза болып отырмын. Сол себепті ата-енелер де, күйеулер де үнемі бата беріп отыру керек та, жолын жаппас үшін. Және де сол сенімді адам ұстап білу керек. Мысалы жолдасым батасын беріп қамқорлап отқанда, мен үнемі оны қасына алып жүремін. Яғни ешқандай күмән тумасын деп. Қандай да бір съемка, бірге барып, бірге келеміз. Қай жаққа барсам да, мысалы да, жаңа барып үйлерді түсіру керек болса басқаға, міндетті түрде соның жұмыс уақытына келтіріп, бірге барып, бірге келеміз. Яғни ешқандай күмән не шықпасын деген сияқты. Екіншіден, пайдалы болғасын блогым, жаңа ата-енемде қазіргі таңда балдарды өзі қарап, таңертең кішкене жұмыс сияқты қарайды. Себебі оларға андай көп алғыстар келді да, жаңа сен келіннің арқасында, алыстан туыстары болады, жұмыстастары болады, сенің келіннің арқасында үй алдық дейсің. Мә, сендер адамға көмектесіп жатыр екенсіңдер, жаңағы ары қарай жасай беріңдер деген нәрсе сияқты. Яғни жақсы затпен де, жақсы ниетпен де бәрін жақсы жасауға болады. Просто біздер өзіміз қиындатамыз. Керемет. Енді сұрағым келеді, анасын, енесін, яғни барлығын реттедім, келдің, барлығын көрсетіп отырсың. Енді сұрақ. Сіз қазір пысық айдана, барлығына жеткен, қолынан бәрі келетін, жолдасымен де бәрі чеке-чеке, былайша айтқанда, отбасылық жағдайы жақсы, ата-анасымен қарым-қатынасы жақсы, бизнесі жолға қойылған, яғни ешқандай бір проблемасы жоқ дейді ғой, сондай айдана болып отырсыз. Енді дәл сіз сияқты жастағы, сіздің құрбыңыз, бірақ ол мектепте активны болған жоқ. Ата-анасынан көп жаңағы жоқшылықты көріп өсті, оның армандары бала кезден бастап орындалмады. Енді ол осындай бір жасқа келген кезде өзгергісі келеді, үй алғысы келеді, ол да осылай танылғысы келеді. Оның ол бірақ жүрегінің түбірінде жатыр, бірақ ол оны шығара алмайды.
қорқады, қысылады, ұялады, сенімсіздік, оның отбасында проблема болып жатыр, баласымен проблема, не үйі жоқ, не тамаққа ақшасы жоқ. Мен өткен жол бір кісімен сөйлесіп отырсам, тамаққа каспиарет пайдаланамын дейді. Мен сол кезде қалай көмектесе аламын дейтін ой келді. Мен қалай көмектесе аламын? Тамақты каспиаретке алу это уже тревога ғой, былайша айтқанда. Сос деп соғылып тұр ғой. Сондай құрбыға не айта аласың? Не істеу керек? Біздер көмектесеміз деп иногда зиян көріп жатамыз. Иә, ол солай, бірақ экологично. Иә, мысалы көмектесеміз, ол адам біреуден көмек күтіп сондай болып қалады. Сол себепті әйел адам ешкімнен көмек күтпей, адам өз өмірін өзгертетін, не только өзінің өмірін, отбасының өмірін өзгертетін әйел адам. Ер адам емес, себебі ер адам енді бас деп айтамыз ғой, біз мойнымыз қай жаққа барады, сол жаққа. Егер сен ер адамға бір мақсат қойып берсең, ер адам соның жолын жасайды. Просто біз әйелдер мақсатты қалай қоямыз, менде мынау жоқ, анау жоқ, бірдеме деп отырамыз, иә. Сонда сен олай емес, бір жақсы бір, мысалы, кейбір адам күйеуіңді зерттейсің, иә, мысалы, күйеуіңе сен машина алған ұнайды ғой, 90% ер адамға. Сен ер адамның айтуың керексің. Давай, сен осылай тапсаң, міне машина аламыз. Осындай тамаққа жоямыз. Біз андай ғой, машина аламыз, ауызбен айтамыз да қоямыз. Олай емес. Мысалы, сен 100 мың зарплата аласың ба? Қараш, 20 мың тамаққа жоямыз, 80 мың саламыз. Мысалы айтып жатырмын, ай сайын. Сол 80 мың осындай уақытта бізге алғашқы жарнама алды, сен машинаңды ала аласың деген сияқты бір кішкене шалт беруіміз керек та. Ана ер адам кірсет. Сосын айтасың, соны бастап кіріскеннен кейін 80 емес, 100-ден салсақ, өйстіп алады екенсің. Адам екінші жұмыс жасап бастайды да, яғни таксовать етіп бастайды деген сияқты. Ер адам бәрін жасай алады. Ер адам ол табыс табатын адам етіп, ол табиғат жаратқан. Просто біз әйелдер табыс табамыз деп ер адам алдына шығып кетеміз да. Алдына шықпай, ер адамға жасатып білуің керексің. Жайлап, бірақ бірден үлкен заттармен қорқытып емес, жайлап кішкентайдан, мысалы жаңағыдай бірден үй аламын дегенде көп әйелдер айтады да, жаңағыдай ғой, табысы жоқ, мысалы мен жинағым да жоқ, пенсионкам да жоқ, кредитімде просрочка болып жатыр, бірақ мен 3 комнатты жилой комплекстен үй алғым келеді деп отырады да. Енді адам бір аяз би әліңді біл деген бар да, сен өзің шамаң, не только өзің, сен күйеуің шамаң қай жерге жететінін білесің ба, сен кішкентайдан баста. Тыңыз ғой, 25 миллион үйін алу қиынырақ қой, 5 миллион үйіне қарағанда. 5 миллион үйіне кішкене сен мақсат қойып берсең күйеуіңе, оған жетеді. Соны жеткеннен кейін күйеуің де түсінеді да, жасай алады екенбіз. Сосын жайлап 10 миллион. Бізден бірден өзгерткісі келеді да өмірін. Жаңағы тамақты каспиарет. Сен бір ай каспиаретсіз тамақ ішіп үйреніп қарау керексің. Ол айтқанда былай көрінетін шығар, бірақ иногда біз сол көп заттан отказ беруге істейміз да. Мысалы, ештеңе етпейді. Біз енді плов жасаймын дейміз де, баяғыда ең бірінші содан бастап айтқанбыз, мен содан өткен. Жаңа плов жасаймыз деп бастаймыз. Мә күріш жоқ екен, морков жоқ екен деп бүткіл затын алып келеміз. Хотя сенде үйде не бар? Вермишель ма, сонымен жаса тәп-тәтті қылып та. Или мысалы шайға торт алып келемін дейсің, үйде жұмыртқа бар ма, сен тап солай сен балаң тамақсыз қалмайды, просто чак-чак жаса да, тәп-тәтті да. Просто андай ғой, біз бірдемені ойлап аламыз да, болды соны жасаймыз да. Мысалы жоқтан бар затты жеткізіп, бірақ биыл осы ай каспиаретсіз шықсаң, мысалы айтып жатырмын да, сенде біріншіден каспиаретте қарыз болмайды, күйеуің түскен табысы көзге көрінеді. Сен келген күйеуіңнің тауып келген затын берекесіз көрсетпей тастап, ода ештеңе қалмай, ешқандай мотивация бермейтін болса, ол тапқысы келмейді. Тапқан сіз де өзіңіз табыс тауып, одан рахаттанбасаңыз, ол нәрсе сізге рахат сыйламайды. Қазір енді кредитсіз қаза жоқ деген бір не болды ғой. Кредит жабудың жолдары деген сияқты курстарың жоқ па? Ойлап жатқан жоқсың ба? Жалпы негізі кредитсіз жоқ, бірақ негізі именно ақшалай кредитке қатысты айтпаймын. Ипотека негізі бізге берілген мүмкіндік. Көбісі андай айтып жатады ғой, ой, ол қораға кіру деп. Шын мәнінде сізге банк көптеген миллион ақшаны 15 жылға, 20 жылға беріп тастайды. Қазір сіз мысалы өзіңіз бір танысыңызға 20-30 миллионды бересіз, 15-20 жылда саған 200 мыңнан қайтарамын десе бермейсің ғой, себебі сол 200 мың сізге копейка болып қалады. Қазір 30 миллион ақшаның құны бар, бірақ ол маған 15 жылда копейка болып келеді деп құны жойылады деп. Яғни сіз құны бар ақшаны қазір банктан алып, оған құнсыз кезінде қайтарасыз. Яғни сізде мүмкіндік бар да. Мысалы, көбісі содан ипотекаларын жауып тастайды. Болды, жауып тастайын тез-тез деп, шын мәнінде ол процентін кішкене азайтып, шамасы жететіндей етіп, төлей алатындай етіп жаса, мысалы 100 мыңнан 100 мың 5 жылдан кейін мүлде қазіргі 20-30 мың ақша сақтап қалады да. Оның қалтасына тимей спокойно банкқа 15-20 жыл төлеп бере алады. Яғни банк соның ескере отырып процентін көп алуға тырысады ғой. Қанша жерден көп алса да біз ұтамыз да адам, себебі ақшаның құны жылдан жылға түседі. Енді ойлаңыз, кезінде осыдан жаңа айттым ғой, мен 18 жасымда 10 жыл бұрын ипотека алғанда 52 мың ба сондайдан шықты.
сол кезде өте көп ақша болды, 52 мың. Қалай төлеймін деген сияқты. Қазір 52 мың ол ипотека, на самом деле төлеп келген кезде әлі төлеп отыратын едік та, ойлаңызшы. 52 мыңнан. Қазір күшті ақша емес пе? Иә. Бірақ ол кезде аренда бағасы 50-60 мың болды сол. Жалдай алатын сол үйді. Демек, ол жалдап қойса, ол өз-өзін төлеп отырады. Өзін-өзі төлеп отырады, сенде недвижимость қалады. Недвижимость қалады, және бағасы ол недвижимосттың 2-3 есе өсіп, сенде прибыль болады. Қазір арендовать етіп отырсаң, 50 мың емес, оны 250 мыңға жалдайсың, сенде 200 мың уже пайда болады да. Сен банкқа соны 50 мыңға төлеп отырасың. Бірінші. Қазір одан кейін 120 мыңға өсті. Ол кезде қорқатын болды, 120 мың ипотека төлейсің ба деп қорқатын болдық. Қазір 120 мың сіз қуана барып аласыз. Қазір қанша? 250-300 шығады. Қазір тап солай айтады да, майдан 250-300 мың шығып тұр, мен қорқамын. Зарплатың жетті ме? Неге қорқасыз деп? Хотя сіз қазір арендаға беретін 250-300 аренда бағасы. Яғни инфляциямен, аренда бағасы мен ипотеканың бағасы бірдей өсіп тұрады. Яғни сіз кез келген уақытта оны жалға беріп тұрсаңыз өз-өзін төлеп отырады. Бұрынғы кезде болды, ипотекаларын тартып алды да, себебі адамдар сауатсыз болды. Хотя соны аренда беріп тұрса, өз-өзін төлеп отыратын еді. Сауатсыз болды да, босқа төлеген ақшалар күйіп үйлерін тартып алды. Яғни сол жерде бір сауатты түсіндіріп білгенде ол кісі ол үйді сатып жіберді деп пайда көре алатын еді. Біз енді түсінік бар ғой, залогта болса біз сата алмаймыз деген. Яғни білмегендігіміз бізге кері әсерін тигізіп жатыр. Яғни сіз қазір мысалы, тем более жинақсыз бар деп жатыр да, жинақсыз бір үйді алып қойдыңыз делік. Сіз енді өзіңіз тұрып жатқан үйіңіз бар ғой. Ол үйді арендаға беріп тастадыңыз, өз-өзін төлеп жатыр. Сізге сонда банктың проценті маңызды ма? Маңызды емес. Себебі сізде недвижимость қалады. Кез келген ақшаға айналдыра қоя алатын, балаларыңызға үй болып тұратын. Яғни сол жағынан қарамайды да, біз енді тек біз айттым ғой жаңа визуально санмен, немен қарайтын адамбыз да, болды, процент деп қажет. Хотя ол болашаққа деген үлкен инвестиция. Жетістікке жеткен Айдананың күнделікті ритуалдары бізде қазір в тренде ғой, аффирмация айту, жылысу, ішу, 10 мың қадам жүру деген сияқты. Қайсыларды көп жасайсыз? Мен шынымды айтсам, ондайларды көп жасамаймын, уақытта жоқ, бірақ мен үнемі қай кезде де болса, жаңа үйленген кезде де, қазір де міндетті түрде жолдасымызбен кешкісін 12-де жатырайық үйде, 11-де міндетті түрде жаяу прогулка жасаймыз. Себебі бірге жүріп армандаймыз. Пока ер мен әйелдің арманы, мақсаты бір болмайынша, ол отбасыда успех болмайды. Бірақ біз қалаймыз, өйтіп прогулкаға шығамыз да, ата-енені жамандаймыз, баланы айтамыз, ой шаршадым дейміз. Сенмен ер адам екінші прогулкаға шыққысы келмейді. Егер сен сол шыққан кезде ер адамыңа ойларыңды түсіндірсең да, мақсаттарыңды, осындай етіп алса, осындай етеміз, өмірді жақсы жағынан көрсетсең, ер адам сенен прогулкаға шыққысы келеді, сөйлескісі келеді. Олай бірге жүріп армандаған нәрсе оңай орындалады. Біз сол кезіндегі армандаған заттарымызды ойлаймыз, прогулкаға шығарған заттарымыз қазір болып жатыр екен, бәрі. Одан кейін енді қазір дейді, бір 5 жыл бұрын сөйтіп уже күйеуім өзі айтады да, қазір кеттік жүріп келейік. Себебі ол өзі көрді да, сол нәрсенің бәрін. Яғни біз айту арқылы, добивать ету арқылы емес, жайлап іспен көрсетуіміз керек. Вообще отбасының несі, отбасының несі, әйелдің ер адамның не істеп білу. Қазірдің өзінде мысалы мені тауып жатыр деп ойлаймын, инста парақшада мен жүрген, шын мәнінде 95% жұмысты жолдасым жасайды. Қасында түсіретін де сол, таситын да сол. Мен тек барып айтам, мен басымды айтам. Қалған жұмыстың бәрін ер адам жасайды. Бізде яғни ондай жоқ, мен жасап жатырмын, сен жасап жатырмын. Себебі қазіргі таңда андай бір не бар да, ақша туралы жаңағы сабақта айтады, сол нәрсе туралы да айтамын да. Көп әйел адамдар бізде табыс тауып кетеді де, жаңа өздері ер адамның несін алып алады да, еркектер табыс табуға деген мақсаттары қалмай бара жатыр. Сондай затқа түсіп кеткім келмеді. Мен үшін отбасы өте маңызды. Менің үйімде балаларымда әкенің орны бірінші тұру керек. Сол нәрсені көп зерттеп, больше ер адам жасадым да. Яғни қандай зат болса ер адам өз жасайды, мен тек басым. Түсіндіңіз ғой? Яғни бірге жасаймыз. Ер адам табу керек. И одан бірақ ол полностью жұмыстан шығарып алып жатады да, бизнесқа келсе шығып кетті. Олай емес, ер адамның қанша тұрса да берекелі да ақшасы. Оның өзінің табыс көзінен айырмау керек. Ол сол табыс көзінде еселей алады. 2-3 жыл. Жаңағыдай ғой, сіз оны қолдап, оны жоғары қойсаңыз, ер адам сізден де көп табады. Қайдан табатынын өзіңіз түсінбей қаласыз, потому что Алланың беретін ризығы ол бөлек. Ол берейін десе, оған 2-3 есе береді. Просто сен сол ер адамды түсірмеуге тырысу керексің. Болды. Сонда сен ер адамың да қолдайды. Егер сен мен тауып жатырмын, сен кім үйде отыра ғой дейді. Или осы отбасыда жоқ болады деген сияқты. Сондықтан просто әйел екеніңізді ұмытпай, әйелдің орнын сақтап білу керек. Қандай сіздің сөздеріңізге қарап, анау психологтардың бәленбай теңгеге сататын сабақтарын тегін ақпарат беріп отырсыз ғой. Яғни ер азаматтың орны әр кезде ол міндетті түрде ер азамат. Айтады ғой, әйел қалай болғанда да қабырғадан жаратылған қисықпыз. Сондықтан біздің қалауымыз бар, нәпсіміз бар, ол ер азаматтың міндет орны өте маңызды. Енді Инстаграм парақшаңызды мен бір жүгіртіп шықтым. 2 адамда подпискаңыз бар екен. Инстаграмда қанша уақыт отырасыз?
Мен инстаграмда өте көп отырамын, бірақ жұмыс ретінде қараймын. Мен енді жұмыс ретінде қалай қарайсың? Мысалы, мәселен, инстаграмда бір рилсті көресің, мәс саған 2 сағат өтіп кетті дейсіз ғой. Сізде сондай жоқ. Былай ғой, мен даже рилс, ол жақ контент жағын қарамайды екенмін. Мен жаңа анализ жасаймын. Мысалы, әр блогерді қарап отқан не айтып жатыр? Ол пайдалы ма адамға, зияны тиіп кетпей ма? Мысалы, біліп жатыр, жасың өзің равноправно болуың керексің, ата-енеңе өзің личный границаны айтып білуің керек деп, ол кейбір адам оны ақ пен қараны ажырата алады, кейбіреулер артық кетіп қалуы мүмкін. Бір отбасының сен ойрандалуына себепкер болуы мүмкін. Бірақ біз өзіміз айтып жатқанда ол нәрселерді көрмейміз, бірақ біреу айтып жатқанда біз сыншымыз ғой өмір. Яғни сынап қарай аламыз. Яғни біреудің ошибкасы арқылы үйрене аламыз да. Сол затты айтпау үшін қараймын біріншіден. Мен басқа парақшадан подписан болып қараймын. Мына парақша мен жұмыс парақшам ретінде қараймын. Сосын мынандайды зерттеймін да, жаңағыдай, мысалы кім үй алып жатыр, қалай алып жатыр жолын, жаңағы қалай мысалы арендаға беріп жатыр деген сияқты, яғни өзім жұмысым ретінде қараймын. Қанша сағат уақытың кетеді? Табыс тауып жатқан блогерлар ғой, солар мысалы қандай жағдайда жаңа ер адам кейпіне еніп кетті, қандай яғни олар жасап жатқан қателікке мен барып қалмас үшін соны зерттеймін да, осындай болып кеткенде, мен андай болып кетсем, мынандай болып кету керек екен ғой отбасым деген сияқты бір соны заранее жаңағы анализ жасау мақсатында қараймын. Түсінікті. Енді жоспар, мақсат, армандарыңыз қандай? Енді арман көп қой, әр адамда арман көп. Енді қазіргі таңда мынандай не келіп жүр да, енді отбасы үшін енді үй болу керек, көлік болу керек, оның бәрі бізде шүкір бар, балдарымызға екі-екіден алып тұр екен, 3 ұлымыз бар. Ендігі қазіргі таңда біздің биылғы мақсатымыз демалу. Просто жүріп, әрине табыс тауып, бірақ демалып жүрміз да. Кішкене иногда бір тоқтап, Аллаға шүкіршілік етіп, кішкене демалып алу керек болады. Содан кейін уже келесі этапқа көшеміз деген сияқты болып берсін. Мақсаттар өте көп. Әрине уже анандай етіп қараймыз да, уже блог жүргізу ол үлкен жауапкершілік екен, и пайдалы болу керек, и табысты әкелу керек деп соны бір өлшейсің да қатты. Мысалы, бұрын сенде блогта жауапкершілік болмағанда табыс табуды ғана ойлайсың ғой, а қазір уже сенде жаңағы и табысты әкелу керек, и блогта шығару керек деген нәрсе сияқты. Енді бір 10 жылда Айдананың неше үй болайын деп тұр? 10 жыл дегенде, енді 10 жылда мен ойлаймын, сан емес, сапасы артуы мүмкін, себебі біз отбасымен қатты не істеймін ғой, ата-анамызбен немесе бір өзіміздің үлкен үйіміз болған, жер үйіміз бар, бірақ олай емес, кәдімгі арманымыздағы үйімізді. Сосын балаларым шетелге түскен жағдайда деп, шетелде үй болса деймін. Сан емес, енді сапаға ғана жұмыс жасаймын, потому что мына үйлеріміз бізге табыс көзі болып, табыс әкеліп тұр. Түсінікті. Ендеше жұмысыңа, ісіңе сәттілік, арман, мақсаттарың енді бала кезден бәрі мүмкін екеніне сеніп келе жатқан қызға қазірге бәрі мүмкін деп айту артық қой, өйткені сіз өз өміріңізді өзіңіз қалыптастырып отырсыз, иә? Сондықтан жұмысыңызға береке, отбасыңызға бақ тілеймін. Сәттілік. Рахмет. Бәрі мүмкін хабарының көрермендеріне, оқырмандарына айтар тілегіңіз болса, мархабат. Бағдарламаның аты айтып тұрғандай бәрі мүмкін. Негізі өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ. Соны Аллаға тапсырып, мүмкін екеніне сеніп, просто әрекет ете беру керек. Мүмкін екен деп тоже күтіп отыруға болмайды. Адам просто қадам жасап, әрекет етіп бастаса, бәрі мүмкін. Рахмет сіздерге.